Hello, I'm Mrs. Shanat. Welcome to my channel. Сіздермен бүгін English Language 3-ші сыныптарға арналған кітабының осы People's Book бойынша 7-ші модульдің 9-10-ші сабағына да келіп жетті. Бұл бізде соңғы сабақтары осы 7-ші бөлімнің. Бұл бізде sounds and the words, дыбыстар және де сөздер деп аталады екен. Жалпылама осы сабағымыз 9-ші сабақ. Енді exercise number 1 мұқият қараңыздар. Бұл жерде listen, look, say. Тыңда, қара және де айт дейді. Мен аудио жазба қосамын, мұқият тыңдаңыздар. 1, 2, 2, L, 3, V, 4, U, Y. Қараңыздар. Біріншісі ол бізде Ж деген дыбыс береді. Л деген дыбыс береді. В деген дыбыс береді. Және де Й деген дыбыс береді. Мысалға мынау J деген сөз, бұл бізде jam деген сөз. Сөз осы бөлімде өтілген, мынау jam деген сөз. Мынау Л дегеніміз мынау leg, аяқ деген сөз. В дегеніміз мынау fan деген сөз. Фургон. Й, яғни мына сөзден шықты. Йо. Осындай дыбыс береді екен. Келесі exercise number 2, listen and the circle. Және де дөңгелекті дейді. Мен аудио жазба қосамын. Мұқият тыңдаңыздар, сосын жасаймыз. 1, J, Біріншісі Ж, 2, екіншісі Y, Й, 3, L, Л, 4, V, В, 5, A, А. Міне. 1 дегенде Ж деді, 2 дегенде Й деді, 3 дегенде Л, 4, В, 5, А деп айтты. Осы жалпы осы дыбыстар екен. Келесі ол бізде анау 10-шы сабақ. Бұл бізде қараңыздар 10-шы сабақ. Мына жерде көрінбей қалыпты сабақ, иә. Exercise number 1. Read and draw lines. Яғни оқы және де сызықсыз дейді. Осы линиясы сызықсыз. Мысалға бізге бірінші мынаны оқимыз, сосын соған байланысты заттар қай жерде тұр, соған байланысты затын қыламыз. Бұл жерде бізде демеуліктер, предлогтарды жасаймыз. Лампа мысалына қараңызшы, оқишы бірінші. The lamps are in front of the sofa дейді. Лампалар дейді in front of the sofa. Яғни sofa дегеніміз бұл бізде диван. Диванның алдында дейді, дұрыс па? Диванның алдында. The lamps are in front of the sofa. Диванның алдында лампалар бар дейді. Енді сіздер лампаларды бұлай, мына жерде тұру керек. Лампа, мына диванның алдында тұру керек. Осы жерге. Осылай сіз қоясыздар. The mirror, айна дейді, Айна is behind the armchair. Айна ненің артында тұру керек екен? Мына айна. Мынау креслоның артында тұру керек. Міне, осы жерге тұру керек. 2, екіншісі. The TV is next to the chair. Яғни теледидар дейді, орындықтың жанында тұру керек екен. Мысалға мына теледидарды мына жерге қояйық. Жанында тұрады орындық. Үшіншісі, the mat is behind the box. Кілемше дейді, қораптың несінде дейді, артында дейді. Мына кілемше қайда? Мына кілемше, мынау ненің артында болу керек екен, қораптың артында тұру керек екен. Осылай сызасыздар. Exercise number 2. Енді бұл жерде қараңыз. Look and answer дейді. Қара және де жауап бер деп жатыр. Бұл жерде бізге қараймыз. How many doors are there? There are 2 doors депті. Мына үйшік тұр. Үйшік тұр екен. Look and answer. Осы үйшікке байланысты біз не істеуіміз керек екен? Сұрақ берілген бізге.
Енді сұраққа біз жауап беруіміз керек. How many деген құрылым, бұл бізде, қараңыздар, how many қанша деген сөз, иә? Бұл бізде міндетті түрде көпше түрде болады зат есім. Көпше түр. Өйткені бұл саналатын зат есімдерді қолданамыз. How many-ді біз саналатын зат есім. Қандай? Саналатын зат есім. Ұмытпаңыздар, how many саналатын зат есімге көпше түрде екі немесе одан да көп, сонда қолданамыз. Енді how many doors, қараңыздар, есікке s жалған көпше түрде, иә? Сол себепті how many door are there демейсіздер. Ода дұрыс болмай қалады. How many doors are there? Міндетті түрде are there соңында қолданылады. Бар деген сөз бұл көпше түрде. Яғни қанша есік бар дейді, иә? Қанша есік бар екен бұл үйде? Міне 1, 2, екі есік бар екен. Сол себепті there are, міне сұрақтың соңында are there дегенде there are инверсиямен орнына келеді. There are 2 doors деп жаздық. Енді how many windows? Міне how many, мынау бізде зат есім are there деген құрылым, иә? Осы how many are there ортасында зат есім қойылады. Windows көпше түрде. Қанша терезе бар дейді. Қажеттіре 1, 2, 3. 3 there are деп жазамыз. There are 3 windows деп жазамыз. Енді қараңыздар, how many chimneys, ол бізде chimney дегеніміз не еді? Мұржа деген сөз are there депті. How many chimneys are there? Қанша не бар дейді? Қандай? How many chimneys are there? Қанша мұржа бар дейді? Ол бізде біреу ғана бар екен, бірақ бұл бізде how many болғандықтан көпшілікте қолдануымыз керек, иә? Сол себепті мына жерге қасына тағы бір chimney сызамыз бұл жерге. Енді бұл жерде there is a chimney. Бірақ біреу-ақ chimney тұр. Бұл жерде біз енді көпше түрде жазуымыз керек қой. Бізде көпше түрде сұрап жатыр. Қанша не бар дейді? Мұржа бар дейді. Біз жазамыз. Мына жерге салдық бір мұржаны, иә? Бізге негізі сал демеген, бірақ енді көпше түрде жауап беруіміз керек. There are 2 chimneys. Мұнда не бар дейміз? Екі мұржалар бар деп жауап береміз. Алады ғой. Енді бізге салмай қойсаңыз да болады мына мұржаны. Look and answer. Сал деп айтпаған. Exercise 3. How many? Қанша дейді? Read and write. Оқы және де жаз. Яғни мына жерде chair, орындық, жеке-жеке түрде берілген. Осы жақшаның ішінде соның көпше түрге жазуымыз керек. There are 2 chairs. Не бар дейді? Екі орындықтар бар дейді. Бізде glasses. 5 стакандар бар. There are 5 glass. Сөз жазамыз бірінші. Енді оның түбіріне S көпше түрде сұрақтар S, ES жалғамыз керек. Дұрыс па? Glasses. Бұл жерде ES жалғамыз. Glasses. Стакандар. There is 1 baby. Енді бұл жерде 1 деп тұр, біреу деген сөз. Сол себепті baby. There is 1 baby. Мұнда бір бала, сәби бар деген сөз. There are 2 watch. Екі көпше түрде watch. Сағат, ол сағат watches болады. There are 2 watches. Мұнда не бар дейді? Екі сағаттар бар. There is 1 bus. Бір автобус бар дейді, иә? Бір автобус бар. There are 4 не дейді? Қораптар. Boxes. 4 қораптар бар дейді екен. Міне сонымен осы 9-10 сабағымыз аяқталды. Келесі жолы мен жалпылама осы 8-ші бөлімге байланысты сабақтар қалатын боламын. Арнамнан алыстамаңыз, лайк басыңыз, пікір жазыңыз, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып кетіңіздер. Our lesson is over. Goodbye.